Әр күніңізді өміріңіздегі ең соңғы күніңіздей өткізіңіз. Уақыт әр адамның еншісіне берілген жалғыз капитал, ал оны қалай өткізу әркімнің өз еркі. Қартайғанда еске алатын естеліктер болсын десеңіз, лайықты өмір сүріңіз. Адам 50-ге келгенде 20 жасындағы көзқарасымен өмір сүрсе, демек ол 30 жыл өмірін босқа өткізіпті. 15 жас құйын қуған желмен тең, 20 жас дауыл ұрған көлмен тең, 35 ағып жатқан селмен тең, 45 аю аспас белмен тең, 75-те өр көңілің жермен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да 80-ге де зар боларсың, 100-ге келсең дүние қызығынан күдеріңді үзіп, өлмей тірі жүргеніңе де мәз боларсың. Менің өмірде байқағаным, қарттық пен сақтық қатар келеді екен. Адамдардың барлығы қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді де күтпейді. Адамның 3 шынайы жасы болады: жастық шақ, кемелдену кезеңі, сайтан алғыр кәрілік. Дәурені озса, жасы кеткені болар, қамқа тозса, күтімі кеткені болар. Есіңде ме, бала кезімізде бәрімізді алда бақыт тосып тұрғандай көрінетін, ал қартайғанда оның тез-ақ өте шыққанын байқаймыз. Өзіңнің өтінішіңді орындамағандарға өшпенділік жасама. Өзін таныған адамға өзгенің сөзі қорқынышты емес. Сені бағалап, аялайтын адамның қадіріне жет. Күндердің күнінде оның бұл өмірде жоқ екенін білгенде, жұлдыздарды санаймы деп айдан айырылып қалғаныңды сезесің. Адамның көңіліне қаяу түсіру өте оңай. Ойланбай сөйлеген бір ғана сөзің оның жүрегіне қанжардай қадалады. Бірақ сен қатеңді түсінгенмен бәрі кеш. Оның көңілін аулауға енді саған 1 ғасыр уақытта аздық етеді. Сізге біреуді кешіру мүмкін еместей көрінсе, сізді де қаншама рет кешіргенін есіңізге түсіріңіз. Өмірдің мәні өзің үшін емес, өзге үшін өмір сүруде. Құрағаннан көрі қиратқан оңай, кешіргеннен көрі ренжіген оңай, сүйгеннен көрі бас тартқан оңай, сенгеннен көрі өтірік айту оңай. Адамды бақытынан айыратын 3 нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгіге шүкіршілік етпеу. Өмірде қате пікірлер болмайды, тек біздің пікірімізбен сәйкес келмейтін пікірлер болады. Өмірім ұзағырақ болсын десең, тамақты тарта же. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Кім өмірді қадірлей білмесе, ол оған тұрмайды. Өмір ұзақтығымен емес, мазмұнымен өлшенеді. Егер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ұзақ та қуанышты нәрсе. Дүниеде уақыттан жасы үлкен ешкімде, ештеңе де жоқ. Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақыт бәрінен де қымбат. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама. Жақын қабылдасаң,
жаныңда ұстағың келеді. Жаныңда ұстасаң, жаның ауыр тиеді. Уақытты өлтіру үшін оны көздеудің де қажеті жоқ. Өзгелерге пайдалы адам мәнді, ал өзіне пайдалы адам көп өмір сүреді. Әр адамның өмірде бақытты не бақытсыз болуы, табысты немесе табыссыз болуы өзіне ғана байланысты. Өткен өмірдің берер сабағы, үлгі өнегесі көп-ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланып жүрген адам аз. Өмірде әр нәрседен хабарың болса да, адамдардың мінезінен бейхабар кетесің. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезінеді, ал кейбірі сезінбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана. Қартайғанда өкініп, өмірім босқа өтпесін десең, барша мақсатың мен армандарыңа қарай қадам бас. Әрекет еткенге мүмкіндік көп, қорқаққа сылтау көп. Өлім алдында көптеген адам өмірінің босқа өткенін айтып шарқ ұрады, ал сен олардың қатарынан болма. Адам ерлігінің ең зор сынағы жеңіліске ұшырағанда рухы түспеу. Адам кірпіш секілді, күйген сайын қатая түседі. Сыр ауыр болса кемшіліктерінен арыласың, сын әділ болса ауруыңнан жазыласың. Әрқайсымыз оқып бітіре алмаған бір туындымыз. Басымыздан өткен қиыншылықтар бізге тек қана сабақ болу үшін берілген. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаңыз. Ешқашан үлкен қиындықтарсыз үлкен жетістіктер болмайды. Өмір қас қағым сәт, кірпік қаққанмен тең. Осы өміріңе наразылық танытып, ризашылығың жоқ болса, біреулер үшін сенің өмірің қол жетпес арман екенінде ұмытпағайсың. Өмірге көз тастап, айналаға қарашы, айналаның бәрі тамаша, бірақ оны адамдардың барлығы байқай бермейді. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.